Сәлем достар, бұл ревью біз бастаймыз. Отандық ютуберлер, блогерлер мен вайнерлердің де енді өз жүлде тапсыру салтанаты бар. Дәстүрлі қызыл кілем төселіп, үздіктер марапатталды. Джо Кейсестің «Зың-зың» хиті, штат Небрасканың пранктары әлде Юфреймнің вайндары. Қайсысы оза шапты? Всем спасибо! Ютуберлер мен вайнерлердің табынушылары нағыз ерлік танытты. Аязда орайында бірнеше сағатқа кешігіп жеткен кумирлерін тапжылмай тосып, лайықты құрмет көрсетті. Қазақстандық ютубтың тұрақты қолданушыларының саны 10 миллионға жетіп жығылады. Бірақ олардың сұранысын қанағаттандыратын контентті жасаушылар санаулы ғана. Сондықтан арнайы видео бәйге сайысы тұңғыш рет ұйымдастырылып, үздіктер сараланды. Алғашында Нұртас Адамбай, Ержан Рашев пен ресейлік танымал блогер Максим Голополосовтар жас YouTube каналдары арасында жеңімпаздарды анықтады. Ал атағы асқақ ютуберлердің ішіндегі үздігін көрермен дауысы анықтады. Жеңімпаздың есімі белгілі болғанға дейін сахна сыртында вайнерлер өзара мықтының кім болатынын болжаған еді. Осы жылға қарасақ, ең үздік болып штат Небраска каналы саналады. Себебі олардың еңбегі өте зор болды, мен ойымша. Шоу Ирина Қайратовна және штат Небраска каналдарын жасаушы қыз-жігіттер мен үшін мықты. Штат Небрасканың, одан кейін Юфреймнің жасап жатқан еңбектері өте қатты ұнайды. 20 жастағы балалар үлкен телевизия, одан да үлкен жоғары деңгейдегі жобалар жасап жатқаны кез келген жасқа мотивация береді. Көпшілік штат Небраска пранкерлерінің еңбегі еленеді деп күткенімен оларға тек ютубтың күміс тетігі ғана бұйырды. Бұл 100 мыңнан аса оқырманы бар каналдарға міндетті түрде берілетін видеохостинг сыйы. Ал жылдың үздік командасы Юфрейм атанды. Тұрақты түрде қызықты контент ұсынып отыру керек. Бұл үлкен еңбекті, шыдамдылықты талап етеді. Біздің жетістігіміз командалық жұмыстың нәтижесі. Ал екінші сатыдан «Зың-зың» хитінің жұлдызын жаққан Джо Кейсес көрінсе, үшінші орын Русик таксист командасына бұйырды.